Әкесі өз немересінің әкесі атанды. Шымкентте 9-шы сыныпта оқитын өрімдей қыз өзінің әкесінен бала тапты. Оқиға мамыр айында болғанымен шу дәл қазір шығып жатыр. Жаға ұстатарлық жайды білім бөлімдегілер хабарлады. Қазір полиция мән жайларды тексеріп жатыр. Қыздың зорланғанын анықтайтын болады. Ал әкесі болса, осы оқиға жария болысымен өзіне қол жұмсап қайтыс болыпты. Оның жоқтығы енді тергеуге тұсау болады. Нәресте қазір қыздың анасының, яғни әжесінің қамқорлығында. Әрине ақпараттық көзқараспен қарасақ, қып-қызыл сенсация. Маман көзімен қарасақ, қып-қызыл инцест. Адамның көзімен қарасақ, қып-қызыл трагедия. Нұрай Құрақбай тарқатсын. Әкесі, әке деуге ауыз бармайды екен. Біз емес, білім басқармасы сөйлесінші. 9-шы сынып оқушысы енді жаңағы анықталғандар бойынша ол өзінің әкесінен болған деген версия бар. Маусым айында босанды биылғы жылы. Екінші кешкі мектепке ауыстырып, ол қыз қазір оқып жатыр. Сәби кәмелетке толмаған қыздың анасында. Ал немересінің әкесі атанған еркек азғындығы жалпақ жұртқа жария болған соң өз-өзіне қол жұмсапты. Ел жұрттың қарғысына шыдамаған деседі. У меня первое было возмущение. Жұрттың бәрі тек баланы ғана кінәлап жатқанына ашулымын. Әкесінің қойнына өзі барып жатқан шығар, қысқа белдемше киген болар деген сарындағы пікір көп. Бұл не деген сұмдық? Әрине, осы сарындағы сөздер қыздың жанына батып жатқан шығар. Онсыз да оңай емес еді ғой. Бұрын басқа біреу зорлап кетті деген хабарды естуші едік, енді мынау сұмдық құбылысқа айналды. Өте өзекті өртейтін жағдай. Жалпы бұл азғындық. Бұның басқа атауы жоқ. Бұл оқиға жөнінде нақты дерек аз. Кім, қалай, қашан белгісіз. Болжам күйінде ғана. Көптің көкейінде көлденең бірақ сұрақ. Анасы қайда қарады? Әйелі қасындағы күйеуінің қызына зорлық жасап жүрген білмеуі мүмкін, байқамауы мүмкін. Өйткені педофилдің келбеті жоқ, картинасы жоқ, бұл генетикалық жағынан болмайды. Мейлі, шешесі білмеді делік. Ал қыз неге айтпады? Айтпағаны, анасына сенбеген. Бұл анасының мойнындағы үлкен жүк. Өзінің қызына жақын бола алмағаны. Қыз бен ананың арасының ашықтығы осындайда білінеді. Осы алшақтық бүтін бір отбасының тағдырын талқан етті. Әке кетті, шешеге де оңай емес. Қызға да қиын. Ең қорқыныштысы ол тұрмысқа шығуға қорқады. Тұрмысқа шығып бала тууға қорқады. Тұрмысқа шығып бала туса, өзінің күйеуінен күдіктеніп жүретін болады үнемі. Ал баланың болашағы тіпті қорқынышты. Тумай жатып тағдыры бүленген балапанның денсаулығы да алаңдатады. Іштен туа біткен жүректің ақауларына алып келеді. Оның ішінде жүрекшелер арасындағы дефекттерге алып келеді, қарыншалар арасындағы және өкпенің стеноздарына, артериялардың стенозына, ковисцидоз деген ауру бар, альбинизм, ақыл естің кемістігіне. Ілуде біреу ғана, дәлірек осындай жағдайға ұшыраған балалардың 5% ғана сәтін салып дені сау болуы мүмкін. Бірақ салқыны келесі ұрпағына міндетті түрде тиеді. Дәрігерлер солай дейді. Ал азғындар қайдан шығып жатыр жалпы? 90-шы жылдардың басында бір хаос пайда болды. Өйткені ол кезде ер азаматтар жұмыссыз қалды, отбасының барлық тауқымет әйелдердің иығына түсті. Бүкіл мұғалімдер, отбасында жүрген барлығы арқалап базарға кетті, саудаға шығып кетті. Сол сәттерде осындай тәрбиенің кемсіздігі, олқылық орын алды. Мен жалпы былай қарағанда осындай қылмысқа барады. Көбісі сол 39, 38, 40-тар шамасындағы жастарда. Карантиннің салдары ма кім білсін? Дәл биыл балаларға қатысты зорлық-зомбылық тіпті көп. Соңғы 10 айда 11 жасқа дейінгі 212 бала зәбір көріпті. Сорақысы жақындарынан, ал одан да сорақысы сол 212 істің тең жартысы жабулы қазан күйінде қалған. Абай жолы шығармасында мысалы Қамқа мен Қодардың қара әйелі күйеу қайтыс болған келіншек пен өзінің қайнатасы арасындағы қарым-қатынасы осындай жинақорлық ол тіпті дәлелденбеген де. Бірақ инцест дейді ғой, қазақ қоғамы сол кездің өзінде өзінің қарсылығын білдіріп жазасын белгіледі. Ал қызын жүкті еткен әке әрине бұл дүниедегі жазадан құтылды. Жаратқан алдында жауап берер. Ал оқушымен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Айтпақшы, дүниеге қыз бала келді. Нұрай Құрақбай, Рустам Абелдинов, Ернар Сайлаубаев, Іңкәр Мұсатаева. Басты бағдарлама.